Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздерге План Урока фильмінің екінші бөлімін айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікіріңді қалдырып кет. Дамиян жолда қалай Мамонттың есірткі сатып жатқанын байқап, оған ұрса бастайды. Сенің өз басың бар ғой, неге оларға қосылып жүрсің деп. Ертесіне Эмили құрбыларының бірі есірткі сатып алып жатқанын байқап қалып, оны тастауға көндірмек болған. Алайда жару пайда болып, адамдарына қызды ұстап алыңдар деп бұйырады. Камил оны қорғауға келген, бірақ ол төбелесе алмайды. Кейін жару барлығына егер кімде-кім біздің ісімізге араласатын болса, онымен де осындай болады деп Камилді мысал қылып көрсетеді. Дамиян мектепке келгенде Агата оған алдыңғыдай емес суық қарауда. Сабақ басталғанда Дамиян Камилдің бет-аузының көгергенін байқайды, бірақ ешқайсының батылы бұны жару істеді деп айтуға келмейді. Дамиян оларды ұрсуда, сендер өз-өздеріңді қорғай алмайсыңдар деп, оларға көмектесу үшін топқа сабақтан кейін дзюдоның ескі ғимаратына келуді сұрайды. Ол жер қатты жөндеуді қажет ететін секілді, бірақ соған қарамастан олар бірнеше күн ішінде ішін тазалап, Дамиянның ең үздік тәсілдерін үйренуге кіріседі. Ал еркек олардың бәрі тез үйреніп жатқанына қуанышты. Мектебінде тарих пәнін беріп, Агатамен қатынасын қайта дұрыстауға тырысуда, бірақ сонда да нәтижесіз. Бос уақытында оқушылардың артынан аңдиды, олардың тауарды қай жерге тастап кететінін анықтау үшін. Ал оны көрген кезде полицейлерді шақырады, заттарды тәркілеп алу үшін. Дамиян өзінің бұл жетістігіне разы, бірақ ол артынан оны Хмелск аңдып жүргенін білмейді. Бірнеше уақыт өткен соң дзюдо сабағы аяқталған соң бетперде киіп алған бірнеше жігіт пайда болады. Олар жақсы қаруланып алғанына қарамастан, Дамиян оларға лайықты тойтарыс бере алды, бірақ соңында өз әжептәуір жарақат алып қалды. Келесі күні мектепке қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерінің беттеріндегі жарақаттарын байқап, кешегілер Хмелск бастаған осылар болғанын түсінеді. Дамиян Хмелскке қолын көтеріп мазақ қылып кетті. Ол Дамиянның оларды ойыншық қылып жүргеніне ашулы. Осы сәтте қасына жару жақындап өзінің бір жоспары бар екенін айтады. Кешке таман Эмилидің әкесіне қарай барады. Шимон өлген күні ұрлап кеткен сағаттарды жөндетеміз деген сылтаумен. Келеңсіздіктерді қаламайтын шал олардың кетуін қалай бастағанды жару зорлық-зомбылыққа көшеді. Осы сәтте Эмили де пайда болады. Жігіт оған қоқан-лоққы көрсетеді. Егер әкеңнің тірі жүргенін қаласаң, біздің айтқанымызды істе деп. Келесі күні мектепке барғанда Дамиян барлығының көңіл күйі жаман екенін көреді. Сөйтсе Эмили оны айыптаған екен. Дзюдо сабағында ол мені пайдаланды деп, сондықтан да оны енді жұмыстан шығарып жібереді. Бұның бәріне өзін кінәлі сезінген Эмили қайтадан өзінің ескі әдетіне оралады. Дамиян бақаға барады, оған айнадан өз жағдайын көрсетіп, енді сен бандаға керек емессің деп одан шындықты ашуын сұрайды. Ақыры бақа оларға есірткінің сырттан емес, мектеп ішіндегі зертханадан өндірілетінін мойындайды. Дамиян Агатаға асығады осы ақпаратты бөлісу үшін, бірақ Агата енді онымен байланысқысы келмейді, сондықтан да оны қуып жібереді. Дамиян ол полицейлерге хабарласпай тұрып мектеп кілтін алып үлгереді. Мектепке келгенде күзетшілердің әлі осында екенін байқайды. Күзетшілер кете берген сәтте зертханаға кіріп есірткілердің осында өндірілетініне көзін жеткізеді. Кенеттен адамның келе жатқан дыбысын естіп қалып тығыла қалады. Сөйтсе мұғалім Стефан дайындауға жауапты екен. Көлігін толтырып фургонның артынан түсемін дегенше бірнеше кадр жасап үлгереді. Ертесіне мектепке барып кеше түсірген кадрларын Агата мен директорға көрсетеді. Бірақ сурет қатты бұлыңғыр болғандықтан олар Дамиянның сөзіне сенбей тұр. Оның айтып тұрғаны рас па деп Стефаннан сұрайды. Стефан өзінің бір экспериментімен кешке дейін айналысқанын, сондықтан да қауіпсіздік қызметкерлерінің көмегіне жүгінгенін айтады. Дамиянды қуып жібереді, бірақ Агата сонда да бірдеңеден күдіктеніп Эмилиге барады. Ал қыз оған барлық шындықты айтып береді. Жағдайдың бақылаудан шығып бара жатқанын түсінген Дамиян қайтадан ішкілікке салынады. Осы сәтте Агата пайда болып, оған сенбегені үшін одан кешірім сұрайды. Ақыры Дамиян онымен барлық оқиғасымен бөлісіп, Агата оны сүйіп алады жұбату үшін. Ертесіне мектептен Агата Стефанның шкафынан дайындау тәсілі жазылған жазбаны байқап, оны өзіне алып алады. Эмили барлығына шындықты айтқан соң, Дамиян қайтадан өз оқушыларымен табысты. Оның қуанышты сәтін Агата үзеді. Сөйтсе Эмилиге біреулер шабуыл жасап, ол жансақтау бөліміне түсіп қалыпты. Ол ауруханаға келген сәтте Агата Дамиянға тауарлар сақталуы мүмкін қоймалар бейнеленген картаны көрсетеді. Кешке таман Дамиян сонда аттанады. Мұнда Агата да келеді, оған көмектесу үшін. Олар қоймаға кіріп тауарларды оңай тауып алады, бірақ Шаро Хмелсктің бандасының қоршауында қалады. Бәрінің таңғалысына орай осы операцияның бәрін ұйымдастырған мектеп директоры екен. Директор Дамиянның үстінен күлуде, Шимонның сағатын көрсетіп,
Бірақ олардың қуанышын Мамонт үзеді, артынан бүкіл сыныпты ертіп алып келіп. Осылай екі тарап арасында төбелес басталды. Дамиян қуанышпен қалай олардың қарсыластарына лайықты тойтарыс беріп жатқанын көріп тұр. Мелс күші жетпейтінін түсініп, тоқ арқылы Дамиянды өлтірмек, алайда Дамиянның өзі оны тоққа итеріп жіберіп өлтіреді. Осыдан кейін Агатаны ұстап алған директордың артынан аттанады. Директордың қолында пистолет, бірақ оған қарамастан ол оны ұрып Агатаны құтқарып қалды. Сөйтсе директорда екінші қаруы бар екен. Ол енді ата берейін дегенде Камил оның үстіне ойыншық толы контейнерді төгеді. Дамиян Шимонның сағатын алып, оның баласына тапсырады, әкесінен қалған естелік ретінде. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеолар ұнаса, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ера кино арнасы. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.